Жұма ве күн шерефлеріңіз хайырлы олсын. Бүгін марттың учу ве қырым ижғалының 1101 күні. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдыки эфирімізде бөлі хаберлер. Элек олған шахтерлар себебінден Украинада матем күні илан етілді. Бүгін бірінші кере шахтаға түскен егіп бар еді. Ләкин о ғалиба сағлам, реанимацияда. Фискаль хызмет рейсы реанимацияда. О девлетке 2 миллион гривналық зарар кетіргені айтылмақта. О көзлеріні қапатты везіні эссіз деп көстірді. ТСН зенатташларымыз 20 йыллығыны қайдетелер. Украинада матем күні илан етілді. Львовтаки Степова көмір шахтасында үзберген патлавы себебінден 8 кіші елі қолды. Украина баш назиры Владимир Гройсман вақа үзберген ерге келді. О ерлі хастаханеге кетірілген яралыларны зерет етті. 14 яралы олғанлар арасында беденнің үчте бірі янықларынен зарарланғанлар бар. Шахта юнетижелерінің айтқанларына көре патлама себепчісі ава ве метан қарышмасының алевленмесідір. Дарбені шычық туманны көрдік. Бере-берер оғланларны чықармаға башладық. Башта өмір алеметлері олғанларны чықардық, әркесні чықардық. Бүгін бірінші кере шақтаға түшкен егіп бар еді. Ләкин о ғалиба сағлам, реанимацияда. Олар тазминатларны алacaklar. Мен қарарны таздықладым, әркезге 50-100 бин гривна төленecek. Яраланғанларға да біз эммалия тарафтан, МДТБ тарафтан ярдым етерміз. Украинаның милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросы фискаль қызметіне тинтювнен келді. Қызмет рейсі Насиров хастаханеге атқызылды. Тақиқатының фікіріне көре тинтювлер фискаль қызметінің рейсі Роман Насировның сабы халық депутаты Александр Онищенконың ішінде бергі боржыларының қанунсыз такситлерінен бағылы. Тәфсилатлыжа Невбетті Келев хамызда сейретіңіз. Украина милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросы ве қабаржылыққа қаршы Масус прокуратурасы Насировға қаршы қызмет алынен системаль модесі бойынша қабатлавны азырлады. Фискаль қызметі ве декларацияда қайдетілген бүтін адреслері бойынша кешірілген бір сыратын түвлерден сон Насиров хастаханеге түші ве онда гипертоник кризис олғаныны белгіленді. Насировға қаршы өткілген тақиқат ішлері Онищенконың газ іші тақиқатының черчевесінде кешірілді. Насіров підозрюється в вчиненні дій умисних в інтересах Олександра Онищенка, що виразилися в прийнятті рішень про розстрочення рентної плати за видобування корисних копалин, наслідком чого стало ненадходження до бюджету 2 мільярдів гривень. Взагалі такі дії дали можливість схемі, яка інкримінується Онищенку, бути втіленою в життя. Украина милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросының хадимлеріне шекленген шақыз бұлынған Феофания ішіне кірсетмелер хастаханеде ақшам саат 10-дан сон сүкінет саты башлай, оның үшін вахтерлар тақачыларыны кечірмелер. Хал депутаты Андрей Жыржинның айтқанына көре Насировға шекленув тақдим еткенлер. Оның ишандырғанына көре фискаль қызметінің рейсі озыны яландан хаста көстере. Ви бачили багато наших політиків, які в таких ситуаціях падають на лікарняний, нічого іншого, нового тут не відбувається. Тобто стандартна схема захисту. Побачимо, як будуть. Ну так. Насиров Феофаниядан седейлер үстінден шығарылды. Екімлерінің айтқанына көре, оны үшінші бөлікке, яғни реанимацияға кешірелер. Фискаль қызметінің елбасшысы инфаркт олған. Куда вы вывозите? Куда вы его... Третий корпус, кардиореанимация. Адвокатларының айтқанына көре Украина милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросы Насировға шеклену весиқаны тақдим еткенде, о ессіз екен. Оларының фікірінше шеклену қанунсыз. Йому було повідомлено про підозру, особа була в непритомному стані, тому всі документи, які були складені детективом Національного корупційного бюро, на нашу думку, є незаконними, оскільки не були залучені захисники. Набу детективлері бүтін кече Насировны қаралып чықтылар. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. Роман Насировнен бағлы яқала вешеклев протоколлары түзілді. Бұны брифинг девамында Украина милли қабаржылыққа қаршы күреш бюросының рейсі Артем Сытник білдірді.
Onun kaydetkеніне көре детектив ве қабаржылыққа қаршы күреш прокуратурасы хадимлерінің әрекетлері қанунға зыт екен. Фискаль қызмет елбашчысында инфаркт олғаны ақында айтыла. Таққатшылар есе тібби весіқаларны талил етмектелер. Складено протокол про затримання, оголошено про підозру і в подальшому будуть прийняті відповідні рішення. Прокуратура має намір ставити питання про обрання запобіжного заходу взяття під варту. Прокуратура буде наполягати на відстороненні пана Насирова від займаної посади. Қырымда учила велсі Решат Аметов қырсыланған еді. У Росия тежевозу себебінден зарар алған ilk Украина ватандашы олған. Решат Аметов Ахмежиттеки Ленин мейданына ялныз пикет кечірмек үшін шыққан еді. Самооборона урбасында олған бір қач шақыз Қырым татарыны арабаға отыртып белгісіз ерге алып кеткенлер. Екі афта девамында онымен бағлы ич бір хабері олмаған. Башы үстінде скотч ве сайысыз қинаф излері. Бөйлелікнені кибинон дорсенесі март айының 15-інде Қарасу базарындaki орталан көйінде оның жеседі тапылды. Мартының 18-інде Решат Аметов Ахмежитнің мезарлығында дефинетілді. Бұл сенесінің январь айында у 42 яшыны толдырачақ еді. Умер арқадашы Зарина ве уч күчік баласы, қожасыз ве бабасыз әнді уч сене яшымақталар. Аметовның қателлері аляда сербестлікте юрелер. Полозовға қаршы яны жинайы иш. Адвокат өз Facebook сәйфесінде оны сұрға чағырылғаны ақында язған. Базар әртісі күні отаққатшыларға оның адвокатлық сыры олған малюматларының пайлашмамасына анатажақтар. Январь айының сонында ФСБ хадимлері Николай Полозовны ұқықсыз шекілде тұтып, Умеровның іші бойынша шат оларақ сұрға чекілмесіні істегенділер. Полозов жауап бермекні ред етті. Ишғал етілген Ахярда қанунсыз құрылышлар махкеме қарары олмадан йықылажақ. Ахяр ахиметінде білдіргенлеріне көре Қырымның шерлерінде Москвадаки шекил қолынажақ. Яғни құрылышлар махкемесіз йықтырылажақ. Яқын вақытта онлар объектлеріні йықажақ олалар. Объекты капитального строительства можно было сносить исключительно... Капиталь құручылық объектлеріні махкеменің қарарындан сон йықмаға мүмкін еді. Ләкин сіз пек яқшы аңлайсыз, бұл процедура ай ве елларға созыла біле. Понимаете, что эта процедура затягивается. Герметик пакет içinde кабзар, Украин космонавты için тюбик içindeki борщ, Мустақил Украинаның ilk байрағы ве итибар инқилабından қалған иштиракчыларының қалқанлары. Бұл ведегер экспонатлар Киевде Мистецкий арсеналында açılған Хаберлер музейінде сергеленмекте. Музейінің 10 залында ТСН мұхберлерінің чеким объектлері ерлешмекте. Олар 91 сенесінден башлап, бүгінгі күнлерге қадар эсас Украина тарихының вақияларынан бағлыдар. Экспонатлар арасында ilk сефер ТСН архив малюматларынан берабер Украинада мешур олған адамларының эшиялары кетірілежектір. Телевизион хабер қызметінің 100 адамы Сергеге тешкелі түлевінде иштирак еткен. Мы для себя решили показать историю. Біз Украина тарихыны хабер вастасынен көстермеге қарар бердік. Бұл себептен біз бірқач юз хаберлер топладық. Біздің фікірімізче олар Украина тәшкилетейлер. Современную историю Украины. Сон оларға уйғын экспонатлы жейдік. Бегенерміз деген деп белейміз. Чүнки евлісі бұл халық ирешіліп оламай жаған шейлерді. Мустақил экспертлер юз ән мұйым хаберлеріні сайладылар. Бұл арада сон 26 ел ішінде Қырымның истилясы ilk мұйым хабердер. Бұл инсанларны мемлекет ішіне көмейіп ташлама тешібісіді. Бұл себептен біз әм мұйым сияси анларыны әмді әгіленже вақаларыны тапмаға әрекет еттік. Бұл біздің сонки хаберіміз еді. Невбеттеки заман эфирлерімізні қатшырмаңыз. Көрішмек үзре.